Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерменен осындай қатпарлы самсаның ең оңай жасалу жолыменен бөліспекшімін. Тіпті бұрын соңды мүлдем самса жасап көрмеген кісілерде мен берген рецептпенен сізде 100%-ға қатпарлы самса шығатынына кепілдік беремін. Ол үшін салқын суымызға татымына қарай тұз және керегінше ұнымызды салып, барлығын бірге толығыменен араластырып, қамыр илеп алуымыз қажет. Қамырымызды жақсылап араластырып, бөлме температурасында 10-15 минутқа демалдырамыз. Міндетті түрде бетін жауып қоямыз, себебі қамырымыздың беті кеуіп кетуі мүмкін. Біздің қамырымыз демалғанша самсаның салмасын дайындайтын боламыз. Самсаның салмасы немесе сіздің қосатын дәмдеуіштеріңіз, оның барлығы өзіңіздің таңдауыңызға, талғамыңызға байланысты. Мен бұл жерде тартылған сиыр етін, асқабақ және ұсақтап туралған жуаны қолдандым. Қара бұрыш 1 қасық тұз қостым. Келесі кезекте біздің жаңағы демалған қамырымызды алып, оқтаудың көмегіменен өте жұқа қамыр етіп жайып алуымыз қажет. Біздің қамырымыздың ортасына 72%-ық майды микроволновкада толық емес ерітіп, көріп тұрғандарыңызда кисточканың немесе қолдың көмегіменен осылай жағып аламыз. Толығыменен жағып шығуымыз қажет. Майды жағу барысында қамырымызға қатты шылқылдатып жағудың қажеті жоқ. Барлық майды толығыменен біркелкі жағып болғаннан кейін рулет секілді орап, тоңазытқышқа 10-15 минутқа қойып аламыз. Майымыз қатып, толығыменен қамырға орналасқаннан кейін тоңазытқыштан алып, видеода көріп тұрғандарыңыздай домалақ форма жасап шығамыз. Және оны самсамызға өзімізге керекті формада жайып, салмасын салып, өзіңіздің қалауыңызша өруіңізге немесе 3 бұрышты етіп түйіп алуыңызға болады. Самсаның көлемін егер үлкен етіп жасағыңыз келсе, онда кесу барысында сіз үлкен көлемді етіп домалақ форма жасап алуыңыз қажет. Самсаның салмасы шикі болғанымен самсамыз тез піседі, сондықтан алдын ала пешімізді қыздырып алуымыз қажет. Өрілген самсаларымызды противенің үстінен орналастырып, самсаларымыз әдемі болып пісіп шығуы үшін үстінен жұмыртқаның сарысын жағамыз. Егер сіздерде болған жағдайда кунжут немесе мак сеуіп 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минутта салып пісіріп аламыз. Міндетті түрде мен берген рецепт бойынша жасап көріңіз. Егер менің видеом ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаңыз.